Сәлем достар, сіздер бүгін Алланың қалауымен Құрандағы 5 шипалы аят жайлы білетін боласыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әй адамдар, сендерге Раббыларың тарапынан бір үгіт, жүректегілерге бір шипа, сенушілер үшін тура жол және рахмет түрінде Құран келді. Юнус сүресі 57 аят. Біз Құранда мүминдер үшін шипа һәм рақым болатын аяттар түсіреміз, алайда ол аяттар залымдарды тек одан сайын зиянға ұшыратуда. Исра сүресі 82 аят. Құран иман келтіргендер үшін тура жол әрі шипа, ал иман етпейтіндердің құлақтары оны естіп ұғуға келгенде тым ауыр. Құран олар үшін жабық әрі көмескі келеді. Олар өздеріне қашық жерден үн қатылғандай оның үнін анық ести алмайды. Фуссилат сүресі 44 аят. Ауырғанымда маған шипа беретін де бір өзі. Шұғара сүресі 80 аят. Әртүрлі өсімдіктен же де Раббыңның қолайластырылған жолына түс. Араның қарындарынан түрлі түсте бал шығады. Онда адам баласы үшін шипа бар. Шынында мұнда ойлайтын қауым үшін ғибрат бар. Нахл сүресі 69 аят. Аса мейірімді Алла тағала тілеген дұға тілектеріңізді қабыл етсін, ауырмаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Алуа Омар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.